Қазіргі таңда бізде облыста 386 мектепке дейінгі мекеме жұмыс істеп тұр. 29 мыңнан астам бала қамтылуда. Негізі облыс бойынша қамту пайызы 98,7% құрап отыр. Қазіргі таңда 12 тамыздан бастап біз жаңа оқу жылына жаңа топтар құру жұмыстарын бастадық. Балабақша Smart Nation порталында бос орындар жариялады. Бізде облыс көлемінде 2,5 мың бала кезекте тұр, 2-3 жасар балалар. Қазіргі таңда сол балалар балабақшаларға жолдама ала алады. Негізі биылғы жылы қаңтар айынан бастап бізде бір жаңа балабақша ашылды, 240 орындық балабақша Өскемен қаласында. Және де Ұлан ауданында Қасым Қайсенов кентінде жекеменшік балабақшада қосымша 50 жаңа орын ашылды. Жыл аяғына дейін біз 5 балабақша ашуын жоспарлап отырмыз. Соның 3-і Өскемен қаласында, Күршім ауданында, Күршім ауылында және Зайсан ауданындағы Зайсан қаласында. Сонымен қатар Өскемен қаласында, Зайсан ауданында жұмыс істеп тұрған балабақшаларда қосымша жаңа орындар да ашылады. Қазіргі таңда әлеуметтік желілерде көмекшілер ретінде номерларын жариялап отыр. Сол біз ата-аналардан сұрайтынымыз көмекшілерге назар аудармаңыз. Өйткені сіз өзіңіздің жеке деректеріңізді, өзіңіздің иіңізді, балаңыздың иіңізді, телефон номерлеріңізді сол көмекшілерге беруіңіз мүмкін. Ал ол жағы алаяқтар ма жоқ па, біз қазіргі таңда айта алмаймыз сіздерді.